Алтын бауыр ертегісі. Авторы Мықтыбек Оразтайұлы. Шардара су қоймасының түстік жағалауында бірнеше адам қармақ салып отырған. Кеш батып бара жатқан соң бір адамнан басқасы заттарын жиыстырып қайтып кетті. Ол да қайтар ма еді, бірақ күн ұзақ суға телміріп отырған соң олжасыз құрқыл қайтам ба деп ойлап, әлі де бірдеңе ілініп қалар, 10 минут отыра тұрайын деген дәмемен орнынан тапжылмады. Біраз отырып, қой, болмас үйге қайтайын дей берген сол еді, қармағының басы бұлғаң ете қалды. О, ілінді деп тартып қалды. Алдына кішкентай ғана бір балық шоршып түсті. Өй, кім кішкентай ғой, мына балықты біреуге көрсетуге де ұят деп қайта жібермек болып, тағы да айнып қалды. Жарайды, балаларыма апарып берейін, біраз ойнасын. Мені босатшы. Селк ете қалды. Айналасына қарады, ешкім жоқ. Қайдан шықты? Әлде құлағым шалыс естіді ме деп ойлады. Әлгі нәзік дауыс тағы қайталанды. Жоқ, кәдімгі дауыс анық естіліп тұр. Тіпті ол дауыс жанынан шыққандай болды. Мен алтын балықпын, 3 тілегіңізді орындаймын дегенде барып, әлгі балықтың бұған сөйлеп жатқанын аңғарды. Не? Сен шынымен алтын балықсың ба? Иә. Бұл одан бетер таңғалып, мәссаған, өңім бе түсім бе? Өңім ғой. Біз өмірде бармыз. Тек күн көрінгеннің уысына түсе бермейміз. Рас па? Жан даусы шықты мұның. Тілегімді орындайсың ба? Орындаймын дедім ғой. Тез босатшы. Ауа жетпей қысылып барам. Бұл тілегін айтудың орнына көкке қолын созып Тәңіріне алғыс айта бастады. О Құдай, бар екенсің ғой. Мына балықты маған жібергеніңе рахмет. Мен де бір жарылқайын деген екенсің ау. 1000 алғыс саған, 1000 алғыс. Тәуба, тәуба. Көптен ешкім бұған жауап қайтармады. Бәлем, қымбат машинамен зәулім үй сұрайын. Ана абзалмен қатынының іші күйсін. Пәлекеттер енді маған күлуге шамасы келмей буынып қалсын. Алтын балық бір сәт есінен шығып кетті. Болсаңшы тез деген алтын балықтың даусы құлағына жеткенде есін жиды. Олай болса, 3 қабатты зәулім үйім мен қымбат көлігім болсын. Жарайды, болды. Енді бір тілегің қалды. Неге? Мен бір ғана тілек айттым ғой. Машина мен үй. Екеуі 2 тілек. Мұның көңілі түсіп кетті. Бір тілек не сұраса екен? 3-ші тілек пе? Қазір. Менің ешқашан таусылмайтын ақшам болсын. Жарайды, орындалды. Енді мені жібер. Тоқта, жібермеймін. Ол ақшалар мен зәулім үй қайда? Сен мені алдап тұрған шығарсың. Үйіңде алдап тұрғаным жоқ. Жоқ, көнбеймін де, көзіммен көрмей, сенбеймін де. Балықты үйіне алып келді. Расымен де тілегінің бәрі орындалып қалыпты. Мынадай кереметті көрмеген қатыны есінен танып жатыр екен. Көңілің көншіді ме? Енді мені босат, деді балық жалынып. Жоқ, деді бұл. Әлі тағы да тілектерім бар. Оларды орындай алмаймын. Орындайсың, әйтпесе ешқашан жібермеймін. Тағы біраз сөйлескен соң, алтын балық еріксіз мақұл деді. Мен ауыл әкімі болайын, ал әйелім мектеп директоры болсын. Жарайды. Болды ма? Мені босат енді. Жоқ. Тағы да тілегім бар. Енді орындай алмаймын. Жібер. Орындамасаң, жібермеймін. Орындай алмаймын.
орындайсың. Осы кезде тұмсығына тиген ауыр соққыдан көзінен от шығып кетті. Анадай жерге ұшып түсті. Есін жинаса, алтын балық әлде бір ең кездерде еркекке айналып кетіпті. Ай, алтын балық қайда? Мен алтын балық, деді жаңағы өңкиген неме гүр ете қалып. Жоқ, мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Сонша тілектің бәрін орындағанда алып адамға айналу қолымнан келмейді деп отырсың ба? Менің қолымнан бәрі де келеді. Сен тек соны дұрыстап пайдалана алмадың. Енді саған қызмет қылмаймын. Мен кеттім. Иә, машина мен ақша ғана қалады саған. Қалған тілектерімді қайтып алдым. Деп көзден ғайып болыпты. Ертеңіне үйіне әлде біреулер баса көктеп кіріп келді. Полициядан екен. Мұны дереу қолын қайтарып әкетті. Мені қайда апарасыңдар? Деп айғайлады бұл. Ұрысың. Кеше қалада банктан алыпты. Сен күдікті ретінде қолға түстің. Астапыралла, мұнша ақшамен ана көлік бір күнде қайдан біте қалды дейсің? Деп елдің шулағанынан бұл хабарсыз еді. Ал алтын балық жайлы айтып, полицияны сендіріп көреді.